Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жиілік полигоны немесе жиілік алқабы. Бізде сыныптағы бақылау жұмысына қатысқан оқушылардың нәтижесі кесте түрінде берілген, яғни жиілік кестесі берілген. Кестенің бірінші жолында варианта көрсетілген, X әрпімен белгіленген. Бұл вариантада біздің жағдайымызда оқушылардың алған бағалары көрсетіліп тұр. Яғни 3 деген баға, 4 деген баға және 5 деген баға. Екінші жолда вариантаның абсолюттік жиілігі n әрпімен белгіленген. Бұл абсолюттік жиілік дегеніміз осы вариантаның қанша рет қайталанғандығын көрсетеді. Яғни 3 деген бағаны неше бала алғандығын көрсетіп тұр. 4 бала алған. 4 деген бағаны 12 бала алған екен, және 5 деген бағаны 9 оқушы алған екен. Осы абсолюттік жиіліктен біз бақылау жұмысына жалпы қанша оқушы қатысқандығын есептеп шығара аламыз. Яғни ол 4 оқушы қосылған 12 оқушы қосылған 9 оқушы, барлығы 25 оқушы қатысқан екен. Енді вариантаның салыстырмалы жиілігіне назар аударайық. M әрпімен белгіленіп тұр. Біздің жағдайымызда салыстырмалы жиілік процентпенен берілген екен. Жалпы салыстырмалы жиілікті қалай табушы едік, соны есімізге түсіріп алайық. Вариантаның салыстырмалы жиілігін табу үшін абсолютті жиілікті бақылаудың жалпы санына бөлетін едік. Яғни, мысалға 3 деген вариантаның салыстырмалы жиілігін табатын болсақ, оның абсолютті жиілігі 4, ал бақылау саны 25. Сонда 4-ті 25-ке бөлдік. Ал енді оны пайыз ретінде көрсететін болсақ, ол 16% болады екен. Келесі, бақылауға қатысқан жалпы 25 оқушының 12 оқушы қанша пайызын алыптыр? 48%. Бақылауға қатысқан 25 оқушының 9 оқушы қанша процентін құрайды? Яғни ол 36%-ін құрап тұр екен. Енді жиілік полигоны дегеніміз не? Соған тоқталайық. Егер координаталық жазықтықта координаталары x, n болатын нүктелерді белгілеп, оларды кесінділермен қосатын болсақ, онда абсолюттік жиіліктің полигонын аламыз. Ал егер координаталық жазықтықта координаталары x және n болатын нүктелерді белгілеп, оларды кесінділермен қосатын болсақ, онда салыстырмалы жиіліктің полигонын алуға болады екен. Міне қазір сіздер салыстырмалы жиіліктің және абсолюттік жиіліктің полигонын көріп отырсыздар. Біз жаңағы кестеде қарастырған мәліметтердің барлығын осы жиілік полигонынан көруімізге де болады екен. Бірінші жағдайда абсолюттік жиіліктің полигоны. Координатасы 3-те 4 болатын нүкте белгіленді. Келесі координатасы 4-те 12 болатын нүкте. 4-те 12 нүктесі мынау. Және координатасы 5-те 9 болатын нүкте. 5, 9. Ол мына нүкте екен. Сонда x осінде варианта белгіленіп тұр, ал y осінде абсолюттік жиілік белгіленген екен. Осы алынған нүктелер кесінділерменен қосылған, сол кезде пайда болған мынау сынық сызық, бұл абсолютті жиіліктің полигонын беріп тұр. Енді салыстырмалы жиіліктің полигоны қалай салынған, соған назар аударыңыздар. X осінде варианта белгіленген, 3, 4, 5, бұл біздің оқушыларымыздың алған бағалары. Ал y осінде вариантаның салыстырмалы жиілігі көрсетілген. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%-ға дейін. Енді біз осы координаталық жазықтықта координаталары x-та m болатын нүктелерді белгілейміз. Яғни 3-те 16 болатын. Координатасы 3-те 16 болатын. 16 шамамен мынау жерде. Ол мына нүкте болады. Координатасы 4-те 48 болатын нүктені табайық. 4 пен 48-ді қиыстырсақ, мынау нүкте шығады. Және координатасы 5-те 36 болатын нүкте. 5 пен 36-ның қиылысында тұрған нүкте, ол мына нүкте. Осы 3 нүкте белгіленіп, олар кесінділермен қосылған. Сол кездегі шыққан сынық сызық, бұл салыстырмалы жиіліктің полигонын береді екен. Енді қазір тапсырма қарастырайық. Бізге мынандай есеп берілген. 9-шы сыныптың кездейсоқ алынған 50 оқушысын сұрастыру нәтижесінде олардың аяқ киімдерінің өлшемі мынадай болды. Төменде 50 оқушының аяқ киім өлшемдері көрсетілген. Енді осы таңдалымның вариациялық қатарын жазыңыздар. Екінші абсолюттік жиілігін табыңыздар. Келесі салыстырмалы жиілігін табыңыздар. Абсолюттік жиілік полигонын және салыстырмалы жиілік полигонын тұрғызыңыздар деді. Бірінші вариациялық қатарын жасайық. Вариациялық қатар дегеніміз не еді? Соны есімізге түсіріп алайық. Вариациялық қатар дегеніміз
Таңдалымдағы элементтердің өсу немесе кему ретімен реттеліп жазылуы. Бізде қазір аяқ киім өлшемдері саны 50. Осы аяқ киім өлшемдерін біз өсу ретімен жазайық. Ең кіші өлшем ол 35-ші өлшем. 35-ші өлшем неше рет кездескенін санап шығайық. 35, ол 2 рет кездесіп тұр. Келесі 36-шы өлшем 4 рет кездеседі екен. Келесі 37-ші өлшем неше рет кездесетінін қараймыз. 37-ші өлшем 5 рет кездеседі. 38-ші өлшем бұл қатарда 7 рет кездесіп тұр. 39-ші өлшемді санап қарайтын болсақ, ол 10 рет кездеседі. 40 өлшемі, ол да 10 рет кездесіп тұр. 41 өлшемі 7 рет кездеседі екен. Және 42 өлшемі 5 рет кездесіп тұр. Міне біз таңдалымның вариациялық қатарын жазып шықтық. Енді абсолюттік және салыстырмалы жиіліктерді табайық, ол үшін кестені құрайық. Кестенің бірінші жолына біз вариантаны жазамыз. Бізде аяқ киім өлшемдерінің қандай түрі бар? 35-ші өлшем, 36-шы өлшем бар, 37-ші өлшем бар, 38-ші, 39-шы, 40-шы, 41-ші өлшем және 42-ші өлшем бар. Енді вариантаның абсолюттік жиілігін жазайық. 35-ші өлшем неше рет қайталанады? 2 рет қайталанады екен. 36-шы өлшем 4 рет кездеседі. 37-ші өлшем 5 рет кездеседі. 38-ші өлшем 7 рет кездеседі. 39-ші өлшем 10 рет кездеседі. 40-шы өлшем де 10 рет кездеседі. Және 41-ші өлшем 7 рет кездеседі. Ал 42-ші өлшем 5 рет кездеседі. Келесі үшінші салыстырмалы жиілігін жазамыз. Үшінші. Қазір біз салыстырмалы жиілікті қалай есептейтінімізді есімізге түсіріп алайық. Салыстырмалы жиілікті табу үшін біз вариантаның абсолюттік жиілігін бақылаудың жалпы санына бөлуші едік. Бізде бақылаудың жалпы саны 50, өйткені мұнда 50 аяқ киім өлшемі бар. Сонымен салыстырмалы жиілікті табу үшін 2-ні 50-ге бөлеміз. 2-ні 50-ге бөлсек, 0,104, оны пайызға айналдырып жазайық. 0,104 деген санды процентке айналдырсақ, 4% болады екен. Келесі 4-ті 50-ге бөлгенде 0,108, процентке айналдырсақ 8% болады. 5-ті 50-ге бөлсек 0,1, пайызға айналдырсақ 10% болады. 7-ні 50-ге бөлсек 0,114, пайызға айналдырғанда 14% болады. 10-ді 50-ге бөлсек 0,10-2, 20%. Мұнда да 0,10-2 болады, 20%. 7-ні 50-ге бөлгенде 0,114, 14% болады. Және 5-ті 50-ге бөлгенде 0,1, бұл 10% болады. Сонымен өткен сабағымызда біз жиіліктер кестесінің қасиетін білетін едік. Сол қасиет бойынша мына кестемізді бір тексеріп жіберейік. Ол қасиет бойынша абсолюттік жиіліктердің қосындысы бақылаудың жалпы санын беру керек. Яғни мына сандардың қосындысы 50-ге тең болу керек. Бізде мына сандардың қосындысы 50-ге тең болып тұр. Енді салыстырмалы жиіліктің қосындысы неге тең болу керек? Бұл сандардың барлығының қосындысы бізде 1-ді беріп тұр екен. Енді пайызбен жазған кезде бұл пайыздардың қосындысы қаншаға тең болу керек? Әрине 100%-ға тең болу керек. Келесі 4-ші бөлімге келейік. Абсолюттік жиіліктің полигонын саламыз. Міне біз қазір осы жерде абсолюттік жиіліктің полигонын салайық. X осіне варианталарды белгілейміз де, Y осіне вариантаның абсолюттік жиілігін белгілейтін боламыз. Нүктелерді белгілейік. 35-те 2 деген нүкте. 35-ті белгіледік, енді 2 нүктесін абсолютті жиілік қатарынан табайық. 35-те 2 деген нүкте, ол мынау нүкте болады. Келесі 36-да 4 нүктесін табайық. 36-ны таптық, енді оны 4-пен қиылыстырамыз. 36-да 4 нүктесі мынау нүкте болады. 37-де 5 нүктесі, 38-де 7 нүктесі, 39-да 10 нүктесі, 40-да 10 нүктесі, 41-де 7, ол мынау нүкте,
және 42-де 5. Ол мына нүкте. Нүктелерді белгіледік, енді оларды кесінділермен қосып шығайық. Мінекей оқушылар, біз қазір вариантаның абсолюттік жиілігінің полигонын салдық. Енді келесі салыстырмалы жиіліктің полигонын салайық. Салыстырмалы жиіліктің полигонын салу үшін біз енді мынау координаталық жаздықта x осінің бойында мінекей варианталар, ал y осінің бойында салыстырмалы жиілікті белгілейміз. Салыстырмалы жиілікті мен қазір пайызбенен көрсеттім, оны бөлшекпенен де жазуға болады. Енді нүктелерді белгілейік. Бірінші, 35-те 4%. 35 пен 4-тің қиылысуын табамыз. Келесі, 36-да 8%. 36-да 8-ді белгілейік. Келесі, 37-де 10%. 37-де 10%ді белгілейміз. 38-де 14%. Мынау нүкте. 39-да 20%. 40-та 20%. 41-де 14%. Және 42-де 10%. Қажетті нүктелерді белгіледік, енді оларды кесінділермен қосайық. Кесінділермен қосып шығамыз. Мінекей біз балалар қазір салыстырмалы жиіліктің полигонын салдық. Сонымен оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда абсолюттік жиілік және салыстырмалы жиілік полигонымен таныстық. Енді өздеріңіз мына үйге берілген тапсырманы орындап, бүгінгі сабақты пысықтаңыздар. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.